Бұл атаулы сандар. Олардың атауы бар өлшем бірліктері. Атаулы сандар бұл белгіленген өлшем бірліктерімен берілген шаманың немесе басқа шаманың сандық мәні. Бір шаманың әртүрлі сандық сипаттамалары болуы мүмкін. Мысалы, бөлме ауданы 7 квадрат метр, 700 квадрат дециметр, 70 000 квадрат сантиметр. Сандар әртүрлі болғанымен шама біреу, бөлме ауданы. Атаулы сандармен әртүрлі амалдар орындауға болады. Қосу, азайту, көбейту, бөлу, салыстыру, түрлендіру. Бүгін сен аудан мен көлемнің өлшем бірліктерімен амалдар орындауды үйренесің. Атаулы сандарға амалдар қолдану үшін олардың қатынасын, сондай-ақ бір өлшемді басқалармен өрнектей алу қажет. Қарапайым атаулы сандарға амалдар қолдану үшін ірі өлшемдерді ұсақтармен ауыстыру, яғни амал компоненттерін бірдей бірліктерге түрлендіріп, амалдарды орындау керек. Құрама атаулы сандарға амалдарды екі тәсілмен қолданылады. Бірінші тәсіл. Құрама атаулы сандарды қарапайым атаулы сандарға түрлендіріп, амалды орындау. Екінші тәсіл. Ең ұсақ бірліктерді қосып, жауабын түрлендіру. Көбейту және бөлу амалдарын орындау алгоритмі. Бірінші. Мысалды оқы. Екінші. Санның бір немесе екі атауын анықтап ал. Үшінші. Көбейткіште, бөлінгіште өлшемнің екі атауы болса, онда оны бір атауы болатындай түрлендір. Төртінші. Көбейтуді, бөлуді орында. Бесінші. Қажет болса, жауабын түрлендір.